Сәлем достар, бүгін сіздермен қысқа арналған салат түрін дайындаймыз, яғни лечо салатын дайындаймыз. Өте дәмді шығады, сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге ол үшін қызанақ, болгар бұрышы, сәбіз қажет және пияз қажет болады. Қызанақты ет тартқыштан өткізіп аламыз да, үлкен ыдысқа құйып, газға қоямыз. Және де сәбізді осылай корей теркасынан өткіземіз. Бір бүлкілдеп қайнағаннан кейін үстіне сәбіз саламыз. Және сәбіз қатты болғандықтан осы қызанақ екеуін бір 10-15 минуттай қайнатып аламыз. Қызанақ пен сәбізіміз қайнағанша біз пияз бен болгар бұрышын дайындаймыз. Пиязды осылай ортасынан бөліп тураймыз. Және болгар бұрышын ірі-ірі етіп тураймыз. Жалпы болгар бұрышының түсі қызыл болса, салатымыз өте әдемі шығады. Мен алдыңғысын солай жапқанмын, ал қазір менде тек жасыл түсінен болып тұр. Міне қайнағаннан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Және де қант, тұз, сұйық май және түйіршіктелген қара бұрышты саламыз. Және де лавр жапырағын бір 5-6 түйірін салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Енді үстінен болгар бұрышын саламыз. Және тағы да барлығын жақсылап араластырып, көтеріліп қайнағаннан бастап, қақпағын жауып, баяу отта 15-20 минуттай пісіреміз. Мінекей біздің салатымыз дайын. Өте көп қайнатпаймыз, себебі езіліп кетеді. Енді 9%-лық уксустан бір 2-3 ас қасықтай құйып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Банкілерімізді және қақпақтарын алдын ала залалсыздандырып дайындап қойдық. Қақпақтарын да осылай қайнатып алдық. Енді салатымыздың асты баяу отта жанып тұра береді. Ал біз банкілерге бөліп құйып, осылай жауып тастаймыз. Салаттарымызды төңкеріп, суығанша қалың көрпешенің немесе киімнің астында ұстаймыз. Достар, осы рецептпен жауып көріңіздер, өте дәмді шығады. Егер видео ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып және каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.